Қайырлы күн, қымбатты менің ютубтағы оқырмандарым. Жағдайларыңыз қалай? Сіздермен бірге мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Егер менің ютуб каналыма алғаш келіп отырған оқырман болсаңыз, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Себебі алдағы уақытта сіздер үшін керемет ақпараттармен бөлісетін боламын. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз ол кальций жайлы болмақ. Кальцийді қалай ішу керек, қанша ішу керек, балаларға, ересектерге дозасы қандай, организмде кальций жетіспеушілігін қалай анықтауға болады, осы жайында айтатын боламыз. Ең бірінші, жалпы ағзаға егерде кальций жетпейтін болса, оның қандай белгілері болады деген сұраққа жауап бергім келіп отыр. Егерде қарт кісілер болатын болса, сонымен қатар жүкті әйелдер және емізулі әйелдер болатын болса, бұлар ең бірінші топтағы кальций жетіспеушілік қаупі бар адамдар тобына жатады, яғни группа риска дейміз біз, кальций жетіспеушілігі болуы мүмкін деген топ. Сонымен қатар, егерде сізде жиі құлап қалған кезде, немесе аяғыңыз тайып кеткен кезде сынықтар болатын болса, аяқ бұлшық еттерін, балтырды айтамыз ғой, судороги ұстап тырысатын болса, одан кейін сырқыраулар болатын болса аяқта, жүректе тахикардия болса, яғни жүректің ол қатты соғуы, одан кейін егерде тістеріңіз үнемі үгітіле берсе, экзема, аллергия, себебін таба алмай жүрсіз, бірақ үнемі қолыңызға экзема шығып кетеді, денеңізге аллергиялық реакциялар болатын болса, бұл да кальцийдің жетіспеушілігінен болады. Сонымен қатар, қазіргі соңғы зерттеулерге сүйенетін болсақ, депрессия, жалпы хроническая усталость дейміз, әлсіздік, үнемі шаршап жүру, бұл да кальцийдің жетіспеушілігінің белгілері болып саналады. Енді кальцийді нормада күнделікті қанша қабылдап отыру керек деген сұрақ көп адамдардан келіп түседі. 18 жас пен 60 жас аралығындағы үлкен кісілер үшін нормада күніне 1000 миллиграмм кальций қабылдап отыру керек. Яғни ол жейтін тағамдарыңыз болуы мүмкін, немесе биологиялық қоспалар арқылы кальцийді денеде толықтырып отыру керек. Егер 60 жастан асқан кісілер болатын болса, дозасы 1200 миллиграммға көтеріледі. Жалпы бір суткада максималды 2,5 миллиграмм кальций қабылдауға болады. Ағзаңызда кальций дефициті бар екенін білу үшін мына екі анализ тапсырсаңыз болады. Біріншісі жалпы қанның құрамындағы общий кальцийдің деңгейі, оның ішінде свободный кальций и иондалған кальций кіреді. Екіншісі ол ионизированный кальцийді анықтау, яғни кальций иондарын бағалау болып саналады. Кальций иондары нормада мынадай болады. Сонымен қатар кальций дефицитін анықтау үшін қосымша мына тесттерді тапсыруға болады. Біріншіден ол зәрдің құрамындағы кальций, фосфор, магний, витамин D, сонымен қатар паратиреоидті гормон, яғни қалқанша маңы безінің бөлетін гормоны болады. Оның да деңгейін анықтау керек. Сонымен қатар биохимиялық анализ арқылы щелочная фосфатаза, яғни сілтілік фосфатаза және альбумин деңгейін бағалаған дұрыс. Осы жерде айта кеткім келеді, нақты кальцийдің деңгейін бағалау үшін осы ионизированный, яғни кальций иондарының деңгейіне қараған дұрыс. Көбіне бұл анализдердің жеке деңгейіне қарағанда, олардың бір-біріне ара қатынасы маңызды. Сондықтан да бұл анализдердің барлығын тапсырып, общий баланс қалай екендігін дәрігер бағалауы тиіс. Сіздің ағзаңызда кальций жеткіліксіздігіне алып келетін мынадай себептер болуы мүмкін. Біріншісі ол ағзаңызға тағам арқылы кальцийдің жеткілікті дәрежеде түспеуі. Екінші, асқазан ішек жолдарында қандай да бір қабыну болатын болса, гастрит, язва, малабсорбция дейміз, яғни ол кальцийдің сіңірілуінің бұзылысы болып саналады. Сонымен қатар ішектердің бойында да қандай да бір воспалительный процестер болатын болса, қабыну, онда кальцийдің сіңірілуі нашарлайды. Және осы жерде тағы бір айта кететін нәрсе, ол асқазан қышқылдылығының төмендеуі болып саналады. Асқазанның өзі күніне қаншама литр сок бөліп отырады өзінен, сол кислотность егерде төмендеп кететін болса, кальций дефицитіне алып келеді. Сонымен қатар магний дефициті көп мөлшерде зәр арқылы кальций, фосфордың сыртқа шығарылуы, және кім көк қабылдап жүрсе, яғни жүктіліктен қорғайтын дәрілік заттар ішіп жүретін болса, левотироксин, яғни бұл қалқанша безінің
аурулары болатын болса, қабылдайтын дәрілік зат болып саналады. Егер соны қабылдап жүрсе, сонымен қатар ГКС дейміз, глюкокортикостероидтар, яғни гормональды дәрілерді қабылдаған кезде де кальцийдің сіңуі нашарлайды. Кальцийді қандай тағамдармен бірге ішуге болмайды? Ең бірінші дәндерді айтатын едім, орехтар, себебі олардың құрамында катехиндер және фитаттар бар, яғни арахистер, бобовый дейміз, дәнді дақылдар, шай, какао, бұлардың барлығы ағзадан кальций сіңбей сыртқа шығып кетуіне алып келеді. Сондықтан да бұл екі затты бірге қабылдамаған дұрыс. Одан кейін сіз қабылдайтын кальцийдің ішінде міндетті түрде магний болғаны жақсы. Егер кальций мен магнийдің ара қатынасын сұрайтын болсаңыз, ол екіде бір қатынаста болу керек. Осы кезде кальций жақсы сіңеді. Ал енді кальций жақсы сіңірілу үшін оның құрамында міндетті түрде магний болғаны жақсы. Қасында D3 болу керек, себебі D3 кальцийді тасымалдайды. Сонымен қатар сүт өнімдері, балық және капуста, именно квашеная капуста, лимон қышқылы, бұлар кальцийдің сіңірілуін арттыратын продуктылар болып саналады. Кальцийдің қандай түрін қабылдау керек? Оның қандай түрлері бар? Ең нашар сіңетін кальций түрлеріне кальций карбонаты және кальций фосфаты жатады. Егер де сіз ішіп жүрген биологиялық активті заттардың құрамында осы екі кальцийдің түрі болатын болса, оны ішпеңіз. Себебі асқазан ішек жолдары үшін ол өте зиян, бүйректе және өт жолдарында тас түзуі мүмкін. Ал ең жақсы сіңетін кальций ол бізде кальций цитраты және хелатная формасы кальцийдің. Егер де сізде кальций жеткіліксіздігінің қандай да бір белгісі болатын болса, төменге комментарий қалдырсаңыз болады. Сонымен қатар кальцийдің қай түрін ішкен дұрыс деген сізге консультация керек болса, төменде менің WhatsApp номерім бар, жазып консультация алуыңызға болады.